айға қараған кезде енді так әппәргелі барлықтарыңызға сәлем. Осыдан 2-3 күн бұрын біз әлеуметтік желіге видео салған болатынбыз. Сол видео біраз қаралым жинаған екен. Енді бүгін ағаммен бірге қайта жолықтым. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі тақырып ай жөнінде болсын. Айға қарау ең бірінші шексіздікті есіме түсіреді. Айға қарау адамды ойлануға шақырады. Құранда аяттар бар бірнеше. Ойлануға шақыратын, соның ішінде Топ сүресінің 6-шы аятында аспанға бір мәрте болсын зер салып қарамайсыңдар ма дейді. Яғни біз жан-жаққа қарап ойлануға шақыратын аяттар. Және одан бөлек Қамар сүресі бар Құранда, аудармасы ай. Ай ол түнгі даланың шамшырағы, жарық сыйлаушы түнгі далаға. Оны жалпы түнгі аспанды біз айсыз елестете алмаймыз. Аллах тағала кемшілік атаудан пәк барлығын орнымен жаратқан. Түнгі даладағы жалпы айдың орны қандай? Әрбір адамның өмірдегі орны одан да үлкен. Әрбір адамның өмірде өзіндік орны бар. Ол ешкім бекерден бекер жаратылмаған. Айға қарау осындай ойларға жетелейді да мені. Әрбір ақын жазушының шығармашылығына үңіліп қарасақ, барлығында дерлік ай бар жазылған. Осы 2 ай бұрын ғана жарық көрген менің алғашқы кітабымда да осы ай мәселесін айтып өткенмін. Үлкен көңіл кітабында айтып жүрші өзің, қандай еді ол сөз? сондай бір керемет сөз ай туралы. Ай жалғыз болса да әдемі. Жалғыз деп кім айтты оны? Серігі жер емес пе? Жер үстінде ұзағынан қарап тұрған тағы бір серігі мен емес пе? Әппәргелі. Алла тағала белгілі бір іске, үлкен іске, игі іске бір адамды таңдайды. Арнайылап тұрып таңдайды. Мысалы ай түнгі далаға жарық беру үшін таңдалса, бір адам белгілі бір іске о баста таңдалады. Және оған ол іске кедергілер болуы мүмкін. Оның алдынан көптеген кедергілер шығуы мүмкін. Мысалы айды қанша жерден бұлт торлағанымен, қара бұлт торлағанымен оның бәрі уақытша. Ол бәрібір сейіледі бір уақыттары. Уақытша ғана торлап тұруы мүмкін. Ол бәрібір өзінің жарығын сыйлайды да. Қараңғы даланы жарқыратады ол. Таңдалған, белгілі бір үлкен іске таңдалған адам да сондай. Оның көп кедергілер алдынан шығуы мүмкін оны, бірақ ол бәрібір ол кедергілерден жарып өтеді да ол. Сол іске таңдалған да ол. Айға қараған кезде осындай көптеген ойларға шомамда мен кәдімгідей сүңгіп кетемін да. Осы қорытындылап айтатын болсақ, жалпы ол ай жалғыз адамның табиғаттағы серігі десек болады. Серігің да ол жалғыз жүрсең. Ай үйіңе қайтсаң да үйіңе бірге қайтады да ол сенімен. Сол жалпы көп сөз алдыңғы сөзді ұмыттырады. Иә. Енді Алла қаласа тағы да басқа да тақырыпта видеолар болады. Күтіңіздер. Ассаламу алейкум. Кездескенше.